Армысыздар, кеші жарық, ешкі сарға ағайын. Бұл не дейді арнасы, мен Думан Мұхаммедкәрім. Бұл кезекті стрим, өздеріңіз байқадыңыздар, қазақ елінің және Украинаның туы тұр. Бүгін мен сіздермен осы мына Украинада болып жатқан соғысқа қатысты қолымда бар ақпараттармен сіздермен бөліссем деп едім. Енді өздеріңіз білесіздер, мынау Путинге тәуелді қуыршақ мемлекеттерде, тирания билеген мемлекеттерде, мынау Солтүстік Корея, Қытай, ДНР, ЛНР деген сияқты қуыршақ мемлекеттер және өкінішке орай біздің қазақ елінде көбінесе Ресейді жақтаған ақпарат беріледі. Тіпті мынау өзін жекеменшік ақпарат құралы ретінде танытқысы келген телеарналарда, баспа беттерде, интернет басылымдарда осы мына Ресейге бір бүйрегі бұрып сондай ақпарат беріп жатыр. Мына соғыстың жүріп жатқанына 5-ші күн, мұнда өздеріңіз оқып танысып біліп жатқан боларсыздар. Барлық қай бетті ашсаң да, қай телеарнаны қоссаң да, ойбой Зеленский қорқып отыр екен. Ойбой Зеленский Ресеймен келіссөз қалайды екен. Ойбой Украина халқы қырылып жатыр екен деген сияқты әртүрлі ақпараттар таратуда. Сондықтан мен шүкір интернетте біздің билік өзімізді ғана интернеттен ажырата тастайды, ал әлемді бізден ажырата алмайды, біздің қуанышымызға орай. Сондықтан да мен басқа тілдерде жазылған басылымдарды қарап көрдім. Онан кейін мынау Ресейдің көздегеніне келіспейтін және сөзін тыңдамайтын ақпарат құралдарын қарап шықтым, оқып шықтым, көріп шықтым, тыңдап шықтым. Қысқасы, мынау Украинаның ресми деректері және батыстың мүйізі қарағайдай сенімді ақпарат құралдарының хабарлауынша осы 4 күннің ішінде Украинада шамамен 200-дей сарбаз шейіт болған, мыңдаған адам жараланыпты. Ал Ресейдің жаңағы құрбан болған сарбаздары бұдан ондаған есеге көп. Кейінгі деректерде мысалға айтып жатыр, 3000 сарбаз, ресейлік сарбаз өліп, бәленбай мың техника жаңағы Украинаның қолына түсті деп. Міне осы жерде айтпақшы айта кетуім керек, мынау Ресейдің Роскомнадзоры осы күні кеше ғана Ресейдің ішінде арнайы заң шығарған, өздеріне тәуелді ақпарат құралдарына нұсқаулық таратқан. Украинамен болып жатқан жағдайды соғыс деп айтпаңдар, оккупанттар деп айтпаңдар. Ресейдің әскерилері Украинаға баса көктеп кірді деген сөзді айтуға болмайды дегендей әртүрлі бағытта цензура берген. Дегенмен ол жаңағы ақпарат шықпас бұрын ресми Ресейдің Кремльге бағынышты ақпарат құралдарының өзі әртүрлі ақпараттарды жариялап үлгерген екен. Соның бірі Итартас. Мен осы жерде скриншотын көрсетермін. Негізі Итартастың өзі бұлай деп жазған екен. Жаңағы алдың күнгі жарияланған ақпарат осы соғыс кезінде бұлар өздері Украинаға әскерилерінің баса көктеп кірген соғыс деп бағаламай, жаңағы фашистерді жою, бандераларды жою, жаңағы орыс тілді халықты азат ету деген сияқты өздерінің бір түрлі бір күлкілі адамның күлкісін келтіретін, ешкім сенбейтін ақпараттарды таратуда ғой. Гитлерде кезінде сөйтіп бастаған болатын. Оны мен айтпасам да біліп отырғансыздар. 14 ұшақ жоғалтқан, оның 13-і жаңағы шабуыл жасайтын ұшақтар, біреуі бір борт десантпен құлаған, 8 тікұшақ, 102 танк, 536 бронетехника, 15 артиллериялық құрылғы, бір жаңағы бук дегендер бар ғой, кезіндегі Малайзия ұшағын атып түсірген. Сол бар, сосын 3,5 мың сарбаз 2 күн бұрынғы ақпарат
жоғалттық. Оның ішінде жаңағы өлгені бар, жаралысы бар, жоғалғаны бар деп итартастық хабарлаған екен. Содан кейін Роскомнадзор әлгіндей цензура шығарғаннан кейін итартас асығып сүгіп бұл жаңағы жазбаны жойып үлгерген. Ресейде де бірнеше тәуелсіз телеарналар бар. Оның ішінде Дождь телеарнасы. Бұлар енді арбанды сындырмай, өгізді де өлтірмеудің амалында әйтеу ақпарат беріп жатыр. Ресейлік телеарналардың ішінде басқаларынан қарағанда шынайы ақпарат таратып жатқан осы Дождь телеарнасы деп толыққанды айтуға болады. Осы Дождь жаңағы Роскомнадзордың цензураларын айланып, үйтіп әйтеу екі жақты ақпарат бергендей болып, шынайы ақпаратты беріп жатыр. Бұған Ресей әрине билігі, Кремль қатты ашулы. Медуза баспасы шындықты беруге тырысып жатыр. Осы сияқылды дүниелер. Ал мына Азаттық радиосының ашылған «Настоящее время» телеарнасы күніне бірнеше сағат бойы дикторлар ауысып отырып, тікелей эфирде болған ақпаратты беріп жатыр. Сонымен Украина жеңіліп жатыр ма? Жоқ, әлде жеңіп жатыр ма? Жаңғы тәуелсіз дербес ақпарат құралдарын оқып шыққанмын деп әлгінде айттым. Соларға сенсек, Ресейдің әскери күштері кәдімгідей ойсыра жеңіліп жатыр. Міне өздеріңіз оқыдыңыздар, жаңағы ресми өздеріңізбен таныстырдым. Ресми итартастың өзі 3,5 мың солдат деді. Оның алдында жаңағы Украинаның ресми билігі Кремльге мынандай бір ұсыныс жасаған, өлген солдаттарыңды алып кет, мына жақта шашылып жатыр дегендей. Алайда Ресей, Кремль, яғни Путин, бізде бірде-бір солдат өлген жоқ, бірде-бір техника өртенген жоқ деген мәлімет таратты. Сөйтіп, Украина билігі халықаралық Қызыл Крест ұйымынан көмек сұрады. Мына жақта біздің санап шыққан адамдарымыз, солдаттардың өлген мәйітін санап шықты. Ресейлік солдаттардың 3,000 адам, соны Ресей жаққа жеткізіп берулеріңізді өтінеміз деп Қызыл Кресттен көмек сұраған екен. Онан кейін ресейлік диверсанттар бір емес бірнеше қалаға кірген. Диверсант деген енді мынау әскери құрылым. Оны былайша жалпақ тілмен түсіндірсек, әскери ресми өзінің бір мәліметі бар, ресми өзінің бағыты, мақсаты бар. Былайша айтқанда ресми лаңкес. Олар жаңағы қарсылас жаққа кіріп, қару-жарақ қоймаларын немесе бір ғимараттарды жарып, лауазымды тұлғаларға шабуыл жасап, сондай дүние жүргізеді. Оны диверсантты өздеріңізді білесін боларсыздар. Сол мынау Львовта, Харьковта және Киевте ондай диверсанттардың бірнеше ұсталған, өздеріңіз осы алдың күні оқыған боларсыздар. 60 диверсантты украиндық әскерилер жойып жіберген. Сол сияқылды мына күні бүгін ғана осыдан 4-5 сағат бұрын Харьковке әскерилер кірді деп Кремль оны былайша берді. Біз Харьковты алдық деп. Жақын маңдағы ауылдарда алдық деп алдында да айтқан. Сөйтсек, жаңа Харьковтың әкімінің айтуынша, оның кейін Украинаның қорғаныс министрі хабарлама таратты. Шағын топ 2-3 мәшіне, міне оның видеосында көрсетсем болады сіздерге, 2-3 мәшінемен жаңағы 30 шақты бір болар, шамамен Ресей солдаттары, диверсанттар кірді, халыққа өтініш жасады, Харьков тұрғындарына соғысқа араласпай қойыңыздар, үйден шықпай қойыңыздар, ешқандай әрекет жасамаңыздар, біз олардың көзін өзіміз әскерилеріміз жіберіп, өзіміз ақ жойып жібереміз деп. Араға біраз уақыт салып, әлгілердің көз жойылғаны туралы Украина билігі ресми мәлімдеме таратты. Мынау Харьков тұрғындарынан өтінді дедім ғой, бұл бекер жасалған өтініш емес, негізі Зеленскийдің бұйрығы бойынша, президент Владимир Зеленскийдің бұйрығы бойынша Украинада барлық қала тұрғындарына қару-жарақ таратылған. Бүгін ғана көзім шалып қалды, осы Киевтің өзінде ғана 35 мың атыс қаруын, автомат па, мылтық па таратылған, миллиондаған дана оқ-дәрі таратылған дейді. Яғни халық өзін өзі қорғау үшін Украина билігі қолынан келген
жағдайын жасап отыр. 100 мыңнан астам азамат Ресейге бас сауғалап кетті дейді бейбіт тұрғындар. Ол енді Украина халқы үшін осыншама жүздеген мың адамның кетуі түкті емес. Оны кетіп жатқандар әйел азаматтар, жасы жеткен азаматтар және де балалар. Кейбір деректерде көрсетіп жатыр, жаңағы жолдасы балаларын апарып шекарадан өткізіп, Польша жаққа қарай өткізіп, одан кейін өзі қайтадан елге қайтып жатыр. Бұл жерде тепсе темір үзетін азаматтар, елім, жерім деп еңіреп жүрген украиндықтар өзінің патриоттық рухын көрсетіп, батырлығын көрсетіп, қайсарлығын көрсетіп, жаңағы әскери комиссариаттарға барып, ерікті ретінде жазылып, қолына қару алып, соғысқа шығып жатыр. Тіпті ол Ресей әскерімен, Ресей оккупанттарымен соғысып жатқандардың арасында белгілі спортшылар, Украина, Мисс Украина атты байқаудың жеңімпаздары, яғни ару қыздар, сұлу қыздар, барлық қолдарына қару алып, қасықтай қанымыз қалғанша алысамыз дегенді білдіріп жатыр. Міне, менде бар деректер осы. Ал енді сіздерге менің сөзім дәлелді болу үшін осы әлгінде ғана Украинада тұрып жатқан біздің қара көздер аз емес, білесіздер. Оның дені саяси диссиденттер, мынау Назарбаев жүйесіне, онан кейін Назарбаевтың нұр жүйесіне, онан кейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың қас жүйесіне сыймай қалған саяси диссиденттер осы Украина демократиялы елдерге барып саяси баспана алған, кейбірі саяси баспана алмай сол елде өзінің түрлігін жалғастырып, яғни мына Назарбаев пен Қасым-Жомарт Тоқаевпен алысып жатыр. Олардың бірі өздеріңіз білесіздер, Бәсе телеарнасы, Бәсе YouTube арнасы, Айдос Садықов пен Наталья Садықова жеңгеміз. Ол кісілермен байланысқа күні бойы шыға алмадым. Айдос Садықов ағамызды сұхбатқа тартсам деп едім. Кешке жақын бір хабарласқанымда ол кісі жазған екен, мұнда интернет тұрақсыз, сұхбат бере алмаймын, соғыс жүріп жатыр деп. Сөйтіп, мен тағы бір сұрағымды қойғанша байланыс тағы үзіліп кетті. Сөйтіп Айдос Садықов ағамызбен сұхбат жаза алмай қалдым, өкінішке орай. Алайда ол кісі басы аман, дені сау, өзінің жаңағы азаматтық парызын көрсетіп, мына елге жанашырлығын көрсетіп, мынау қас жүйемен алысуын жалғастырады деп ойлаймын. Айдос Садықов сияқты азамат біздің елге ауадай қажет. Дегенмен осы Киевтің солтүстік жағында тұратын бір өзіміздің Мөлдір деген ханыммен хабарластым. Ол кісілерде интернет бар екен, шүкір. Сол кісімен сұхбат жүргіздім. Қазір соны ұсынайын, тыңдап көрсеңіздер. Мөлдір, байланысқа шыққаныңызға көп рахмет. Мынау бізде ресейшіл телеарналар, ресейшіл ақпарат құралдары және міне біздің режимге тәуелді ақпарат құралдары ойбай, Украина жеңіліп жатыр, Путин жеңіп жатыр, Зеленский жылап сықтап отыр деген ақпарат таратып жатыр. Интернетті қопарып, басқа ақпарат құралдарын оқысам, олай емес, жағдай тіпті басқаша сияқты. Сіз Украинадасыз ғой, енді жағдай қалай, айтып берсеңіз? Мен Украинадамын, сәлеметсіздер ме? Біз Киевтің түбінде қалашықта тұрамыз. Бұл жер тыныш. Бүгін қайтын жексенбі, бәрі жұма күні басталды ғой, таңертеңгісін. Одан кейін бүгін 3-4 күн болды, иә. Қазіргі уақытта бізде комендантский час, ертеңгі дүйсенбі күнгі сағат 7-ге дейін. Кеше приняли комендантский, үйден шығуға болмайды. Біз жақ пока тыныш, бірақ дауыстары түнде, әсіресе түнде естіледі. Күндіз тыныш, түнде атыстың дауыстары қатты шығады. Түнгі сағат 3-тен бастап сол таңғы 7-ге дейін ғой. Зымырандар ұшып жатқанын естідіңіз ба? Немесе снарядтар, бомбалар түсіп жатқанын? Мен оның дауыстарын ажырата алмаймын, ол қайсы екен. Бірақ гүрілдеген дауыс, біз 5 этаждық үй ғой, үйдің төбесінен ұшқаны естілді. Терезелер зірілдеп, итіміз бар, үйде көп украинстар ит ұстайды, бәрі ұлып, ан жерде кәдімгідей оянасың таңғы 3-тен бастап 7-ге дейін ары бері.
көп емес, біз жақ тыныш, бірақ мен білемін, Киевтің, біз қазір солтүстігінде тұрамыз, түбінде қалашықта, арғы жақта Киевтің өзінде де көп жарылыстар. Ирпен, Буча деген кішкентай қалашықтар бар, ол жерде кәдімгідей қақтығыс болған екен. Гастомель деген жерлерде бәрі сол Киевтің маңайы. Сонда Путиннің армиясы бейбіт тұрғындарды атқылап жатыр ма? Тұрғын үйлерге түсіп жатыр ма снарядтар? Иә, біз украиндық телеканалдар, радио, телеграм канал, чаттар бәрінде видео, фотолар жүр. Кәдімгі қарапайым украиндықтарды үйінде отырған жеріне, төбелеріне бомба түскен, бомба ма не болмаса, қандай да басқа бір не дейді оны? Зардап шегіп жатыр әйтеу бейбіт тұрғындар, иә? Иә, әскери техникалық мынандай түскен, кәдімгідей өліп жатыр адамдар. Ал жалпы мынандай нонсенсті айтып жатыр сарапшылар. Путин Украинаны жіліктеп бірнешеге бөлгісі келді. Ал шын мәнінде керісінше Путин Украин халқын біріктірді деп. Қазір ресейшілің де, украиншылың да, батысшылың да, америкалшылың да барлық Украин халқы бір тұтастығын көрсетіп, Ресей армиясымен алысып жатыр дейді. Сол қаншалықты рас? Былай ғой, мәселе 8 жыл соғыс жүріп жатыр ғой, гибридная война сонымен 8 жыл созылып кетті ғой, и соған осы күнге дейін андай пророссийский, проукраинский деп әбден бөлініп, андай пророссийский украинда қалмаған бұл жерде. Көбісі кетіп қалған, қалса да олар аз. Сол үшін тек қана украиндықтар бұл жерде нағыз патриоттар қалған, тұрып жатыр. Сол кісілер территориальный оборонаға көбісі жазып жатыр, оған қару жарақ таратылды бәріне. Ұйымшыл халық бұл енді 8 жылдың ішінде кәдімгідей бұлар үйреніп қалған, бұл жерде паника жоқ, еркектер жиналып, бәрі баратын жеріне барып жазылып, сөйтіп қорғап жатыр. Яғни ер азаматтар өз отанын қорғауға дайын, қашып жатқан жоқ. Жоқ, 8 жылдың ішінде бұл кәдімгідей бір системаға айналып кеткен, бәрі дайын, қорқыныш жоқ. Сол үшін паника жоқ бұлай көбісінде. Еттер үйреніп қалған ғой, Путинді бәрі жек көреді, біледі, не үшін келіп атқан, не үшін атып жатқан. Сол үшін кішкентай баладан бастап, үлкен кәріден бастап, кішкентай балаға дейін біледі бұлар. Путин жау екенін. Ал енді біз мұнда интернеттен көріп біліп отырмыз, Зеленский мырзаның үстіне әскери киім киіп алып, америкалықтардың айтқанына байланысты орнынан тұрып қашып кеткен жоқ, соғысып, мэрлерде қолдарына автомат, тағы да басқа дүниелер алып, қару-жарақ алып, орыс әскерімен алысып жатқанын көрсетіп жатыр. Жергілікті халық, біз енді Зеленскийге қатты риза болып таңғалып жатырмыз. Біздің президенттер өткенде 30 мың қазақ көшеге шығып біреуі қашып кеткен. Сол сияқты Зеленскийді қашама деп ойлап едік, керісінше Зеленский жауынгерлігін көрсетіп жатыр. Біз ризамыз. Украин халқы қалай, риза ма? Риза, ол не үшін қашпайды? Себебі ол өз халқына сенімді. Сол үшін қашпайды, қорықпайды. Басты сол. Қайда барады қашып? Ол қашпайды, жоқ. Өйткені артында халық тұр. 73%-пен жеңген сайлауда біледі ғой қалай келген президент болып. Соның үшін халық үшін қалды. Ал енді мына сұрақ. Бізде кейбір ресейшіл, өзіміздің қара көздер де бар арасында. Ресей жеңет бұл соғыста деп жатыр. Ал мен сияқылды азаматтар слава героям, Украине слава деп, Украина жеңет деп жүрміз. Украина халқы не деп ойлайды? Украина жеңе ме, жоқ әлде әй жеңіліп қаламыз деп қорқақтай ма? Жоқ, қорықпайды. Бұл кісілер айтып отырмын ғой, 8 жылдың ішінде уже для себя определили, кто они. Сол үшін бұл артқа шегіну деген мүлдем жоқ бұлардашы. Өздерінің орыстармен бір туысқанбыз, не болмаса осы ұқсаймыз, біздің тарихымыз бір деген әңгіме өтпейді бұл жерде. Сол үшін бұлар тек қана сол НАТО-ға бет бұрған, Евросоюзға кіруге бет бұрған, Европаға кіруге
қосылуға бет бұрған халық. Бұл ешқашан Ресейге қосылмайды. Ешқандай ондай әңгімелер жоқ, болмайды да. Біз жеңеміз дейді, яғни. Біз жеңеміз, себебі европалықтар кәдімгідей қазір көп қолдап жатыр ғой. Америкада қатты қолдайды. Сол үшін жеңеді, тек қана жеңеміз деп отыр. Ал енді өзіңіз Украинаның маңында отырмын дедіңіз. Сіз қазақ елінің азаматысыз. Украинаны тастап елге қайту ойыңызда болған жоқ па? Жалпы қазақ азаматтарын біздің елшілік бәрін шығарып жатырмыз, бірін қалдырмаймыз деген сияқты айтып еді. Мен елшілікпен ешқандай бір нем жоқ, байланыстым. 2016 жылы келдік, біз ешқашан ол жаққа барған емеспіз, телефон шалған емеспіз. Жергілікті қазақтар диаспорасын ешқашан араласқан емеспіз. Себебі менің білуімше жергілікті диаспора қазақтардың ол бәрі енді проназарбайский ғой олар. Олар бұл жерде жұмыс бабымен кейбіреуі жүр, кейбіреуі оқуға келген, бірақ саясатпен араласып осылай ондай ешқандай біз білмейміз де, көрген емеспіз де. Басқа белсенділер бар, оларды білеміз, олар сіздер де білесіз, сіздер де білесіздер. Сол үшін өз басым қайтпаймын, себебі 2016 жылы Қазақстаннан қатты айтқан болмасын, қашып келген, осы жерде Украинамен бөліп жармай, осы жерде тыныштық ешқандай қысым көрсетпей қарсы алған. Сол үшін не үшін барам Қазақстанға? Не болмаса Европаға кетіп қалуға әбден болатын еді, бірақ барғым келмейді, осы жер ұнайды, осы жер тыныш, өз басым. Сол үшін қаламын осы жерде. Яғни, не де болса Украин халқымен біргемін дейсіз ғой? Себебі бізде де белсенді болып жүрдік қой Қазақстанда. Сол кезде осы на волне Майдана келдік қой, осы Украинаны таңдап. Себебі біз немесе ақш-қа, Европаға кетуге әбден болатын еді, бірақ біз осы жерге келдік, өйткені Майдан болды, бұл жерде қандай да бір өзгерістер болды деп келдік. Өзгерістер әрине бар, қандай да, бірақ система, жүйе қатты бұл жерде ауыспады. Себебі орыстың пропагандасы қатты, онымен украиндықтар андай информационную войну кішкене проигрывает. Ол енді бұл жер коррупцияға байланысты, местный олигархқа байланысты, енді бұл ішкі өздерінің проблемалары өздері шешеді. Бірақ ешқайда қайтпам, осы жерде қаламын. Қазақстан туралы, елшілік туралы естідім, оқыдым, бірақ білмеймін соңына дейін. Түсіндім. Аман болыңыз, Мөлдір ханым. Енді сізге саулық тілеймін. Енді аман есен елге оралуыңызға тілектеспін. Біз де мына жақта бос жатқанымыз жоқпыз. Біреуін қуып шықтық, енді екіншісін қуып шықсақ деген арманымыз бар. Дәл осы жағдай Қазақстанда да болады. Сол үшін осындай қателіктерді жібермеу үшін болып жатқан жағдай, Майдан болсын, не болмасын, осы соғысты болсын, зерттеу керек, зерделеп, бұл украиндықтар жасаған қандай да бір қателіктерін Қазақстанда қайталамауға тырысу керек. Енді бұл әбден умный халық болуымыз керекпіз ғой, учиться на чужих ошибках. Ресейшілдерді қуып шығып, өзіміз таза тәуелсіз мемлекет болуымыз керек дейсіз ғой? Жақсы. Көп рахмет, Мөлдір ханым. Енді телефонды білесіз, егер бір қиындықтар болып жататын болса, хабарласып, бір бөлісетін ақпараттарыңыз бар болатын болса, хат алмасып тұрамыз деген ойдамын. Рахмет үлкен. Жақсы, сау болыңыз. Көп рахмет. Сонымен, міне, естідіңіздер, Мөлдір ханым айтып отыр, Украина халқы қасықтай қаным қалғанша алсам деп жатыр деп. Тіпті Украина халқы ғана емес, осы елден пана тапқаны біздің қазақтар да елді тастап кетпеймін, Украина халқына қол ұшымды беремін, көмектесемін, қажет болса алысуға да дайынмын деп жатыр. Міне біздің батыр азаматтар, қайсар қыздарымыз осындай сұхбат берді. Күні бүгін ғана осындай ақпарат шалып қалдым. Жапонияның Украинадағы елшісі әтейілеп Токиодан өзінің атасының самурайлық қылышын алдырған екен, сауытын алдырған екен. Соны киіп алып,
самурайлардың кодексі бойынша тұрып жатқан еліңді жаудан қорғау сенің парызың, және сол ел үшін сен алысуың керек деген самурайлардың кодексі бар. Мен ол кодекске адалмын деп, елшіде Ресей оккупанттарына қарсы соғыс жүргізуге дайын екенін көрсетіп, суретке түсіп, жазбасын қалдырған екен. Тағы да басқа осы Киевте тұрып жатқан, немесе жаңа Львов пен Харьковта тұрып жатқан басқа елдің азаматтары да Украина үшін алысуға бар екенін көрсетіп жатыр. Мұндай елді орыс оккупанттары басып алуы мүмкін емес. Міне, әлгінде Мөлдір ханыммен сұхбат жүргізген кезде мен айттым, бұл нонсенс деп сарапшылар айтып жатыр. Путин Украинаны бірнешеге бөліп, тіпті федерализация жасаймын деп, федерация жасаймын деп, Украинада сондай құрылымын өзгерткісі келген. Алайда Украина біз тұтас бір мемлекет, республика болып қала береміз деді. Қырымынан айырылды, ДНР мен ЛНР-нен айырылды. Дегенмен ол қуыршақ мемлекеттер Украинаны тарады, ыдырады деген сөз емес. Украина әлі мұның барлығын қайтарып аламыз деп айтып жүр үнемі. Міне осы жолы Украин халқы өзінің тұтастығын, бірлігін көрсетті. Тіпті Украин тілін білмейтін ресейшіл, кремльшіл азаматтардың өздері қолдарына қару алып, Ресей оккупанттарымен соғысамыз деп жатыр. Бірнеше видеодан байқадым, Ресейдің бұл соғысқа жарты жыл дайындалғанын көрсететін шығар. Бәлкім бірнеше әскери техникалар жанар жағармай жетпей өшіп жолда қалған, оны жергілікті халық қоршап алған, ақыры сарбаздары артқа қашқан, техникалар жолда қалған техникалардың өртеніп жатқаны туралы видео интернетте шаш етектен. Мұндай елді, мұндай халықты Путин басып ала алмас. Путин осы жолы өзіне үлкен бір қателік жасады. Айтпақшы, Владимир Зеленский президенті күніне бірнеше мәрте бейне үндеу жасап, халқымен бірге екенін көрсетіп жүр. Тіпті әскери киім киіп алып, соғысуға дайын екенін көрсетті. Америка Құрама Штаттары Зеленскийге елден шығаруға көмектесеміз деген айтты. Алайда Зеленский ешқайда кетпеймін, осы елде қаламын, соғысуға дайынмын деп елін тастамады. Бұл басқа да Украин азаматтарын рухтандырды. Олар да қолдарына қару алып күресеміз деді. Осы күні бүгін ғана әртүрлі ақпарат құралдарынан оқыдым. Тіпті мұны Харьковтың әкімі айтты. Ер азаматтар канистрмен жанар жағармай тасып жүр. Әйелдер шыныға оны құйып, Финляндияда ойлап табылған Молотов коктейлін дайындап жатыр. Барлығы алсамыз, соғысамыз деп жатыр. Әр көшені, әр ауданда, әр үйді қорғап қалуға дайынбыз деді. Айтпақшы, жаңағы құтыларда шыны, ыдысты халыққа көмегімізді береміз деп, көшеде үй күйсіз жүрген азаматтар, яғни ауызекі тілде бомж дейді ғой. Сол бомждар ыдыс аяқты жинап әкеп беріп, оларда орыс оккупанттармен күресудің өздерінің амалын жасап жатыр екен. Міне бұл жерде бірлікті көрсетеді. Ал анау Украина президентінің кетпеймін, қасықтайғаным қалғанша соғысамын дегені басқа елдерге бір сабақ болса екен деймін. Әсіресе мына біздің елдегілерге 30 мың қазақ Алматыда көтеріліп еді, қалалар көтеріліп еді, барлығымызды лаңкестеп жазып жіберіп, елді не деп сендірерін білмей, біреу қашып кетті, екіншісі Ақорданың ішіне іштен есікті кілттеп алып шықпай қойды. Бірақ ақпарат құралдары арқылы жариялады, ол соңына дейін қалады деп. Артынан өз халқымен өз алысып, саяси репрессия жасады. Ал демократиялы мемлекетте, Украинада, ол өзінің еліне пана болам, өз елін қорғаймын, ұлттың әкесі екенін көрсетемін деп, жаңағы орыс оккупанттарымен алысып жатыр. Бұл шынымен қызығарлық дүние. Мұнайда, газыда,
кереметтей бір алтынды қазба байлығы да көп емес, тіпті жоқтың қасында отырған алақандай ақ Украина көп жағдайда біздің алдымызда орап кетті. Біз әлемдегі ең бай мемлекеттің біріміз. Халқымыздың саны Украинадан 2,5 есеге аз. Соның өзінде біздің жағдайымыз жаңағы тоңазытқышқа басы қысылып қалған иттен төмен. Ол ит Америкаға ұшып кетті, ал біз қыңсылап қала бердік. Қой құсап маңырап жүре бердік. Қанша боздақтарымызды апарып қамап жатыр, біз болсақ шырылдап көз жасымызды төгіп, әлі күнге дейін жылап сықтап жүрміз. Жылап сықтап жүрміз демекші, бүгін осы ақпанның 27-сі күні Алматыда кезекті бір митинг өткен екен. Өзінің оппозиционермін деп айтып жүрген Нұржан Әлтаев өзінің жақтастарын жинап митинг өткізген екен. Өздерінің бір нақты талаптарын қойған екен. Соншалықты көп азаматтар бармапты, бірақ мен Әлтаевты қолдамаймын, бірақ қарсы да емеспін. Мен осы жерде сіздердің барлықтарыңызға айтайын. Кейбіреулер айтады, Жанболат Мамайдың қасында жүретін ғой өткенде деп. Жанболат Мамайды мен қолдайды, немесе оған қарсы дегенді білдірмейді. Мен тәуелсіз журналист ретінде оппозицияда мен оппозиционермін деп бой көрсеткен азаматтардың барлығын көріп, барлығымен сұхбат жүргізіп, әрқайсысының ойын сіздерге жеткізгім келеді. Сіздер Жанболат Мамайдың, Нұржан Әлтаевтың, Рысбек Сәрсенбайұлының немесе басқа да азаматтардың, мысалға Айдос Садықовтың ойында не бар екенін қайдан білесіздер? Егерде сұхбат болмаса, олар әрқайсысы өздерінің алаңдары, өздерінің YouTube арналары, өздерінің Instagramдар арқылы, өздеріне бір бүйрегі бұрт бұрған журналист арқылы өздеріне керекті сөздерді айтып, сіздердің алдарыңызда айта беруі мүмкін, ақтала беруі мүмкін. Ал тәуелсіз журналистің сұрағы біртүрлі басқаша. Сондықтан мен тәуелсіз болғаннан кейін менің сұрақтарым оларға қойылу керек деп ойлаймын. Кейбір азаматтар ұнатпай қалған кезде маған тіпті ойбай өзің тергеуші сияқты, прокурор сияқты, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкері сияқты қай-қайдағыны сұрайсың, осыны ұстап бергің келгелі жүрма деген сияқты сұрақтар қойып жатады. Бұл жерде не анаған жақпайсың, не мынаған жақпайсың дегенмен бұл менің тәуелсіз журналист екенімді дәлелдейді. Сондықтан да сіздер мені біреуді қолдап отыр деп ойлап қалмаңыздар. Әлтаевтың митингісіне барғым-ақ келген, бірақ қолым тимей бара алмадым. Өйткені мен Талдықорғанға барып келдім. Талдықорғанда осы алдың күні жүктедім, кеше жүктедім, тағы да жүктеймін. Бірнеше сұхбаттар, көз жасын дария қылып төккен аналар айтып жатыр, балаларын қалай қатты қинағанын, үтік басқан, тырнақтың астына ине тыққан барлығын естідіңіздер. Бір анамыз көзінен жасын тия алмай айтып жатыр, баласын қинағаны соншалық, су ішкізбей 3 күн бойы жалаң аяқ бетон еденнің үстіне аяқтарын қолдарымен құшақтап отырғызып қойған. Тұрса, жатса, жантайса, немесе мүлгіп кетсе, резина шоқпармен келіп бастан ұрып, аяқпен теуіп, істемеген нәрсені істеген екен осы мына Талдықорған абақтысында, уақытша оқшаулау түрмесінде. Онан кейін шөлдегендерге не су, не нан бермеген. Сон тіпті шөлдеп кеткендерге әжетханаға ертіп барып, унитазды көрсетеді дейді кәдімгі, міне мынадан іш деп, шөлдегенді көрейік деп. Көп азаматтар ішпеген, намысына тыртысып. Алайда арасында сағы сынып, унитазға басын тығып, ит құсап жалап, жаңағы суды ішкендер бар екен. Осы сияқты сұхбаттарды Алла қаласа осы 2-3 күннің ішінде жүктеймін. Шырылдаған аналар Тоқаевқа, мен айтпақшы ол кісіде Такаев деп айтады екен ғой. Такаевқа, онан кейін қазақ халқына өз үндеулерін жасады. Сөйтіп мен міне сол кісілерден сұхбат алып жүріп, бұл жақтағы митингілерін талайын өткізіп алдым. Қазақ елінің азаматтары Ресей елшілігінің алдына барып, осы Алматыдағы өкілдігінің алдына барып жиналып, соғысты тоқтат деп митинг өткізген екен. Мұны біз жаңағы Такаевтың полиция қызметкерлері Ресейге қарсы сөз айтушы болмаңдар деп әлгілерді қуып, қолдарындағы плакаттарын тартып алып, шеруді күштеп басқан екен. Ол туралы да
видеода, ақпаратта осы ютубте де немесе басқа әлеуметтік желіде, фейсбукте болсын, инстаграмда болсын қаптап жүр, ашып оқып көрсеңіздер болады. Енді әлгінде айттым, Зеленский мырзаға қол ұшын беріп жатқандар басқа мемлекеттер көп деп. Оның ішінде өкінішке орай жаңағы Путиннің сөзін сөйлейтін біздің ел сияқты елдер ол тізімде көрінбейді. Такаев мырза үн-түнсіз бір жасаған жақсылығы болды ма, әлде бұл тағы да бір дипломаттың саяси ойыны ма, оны кейін біле жатармыз. Әйтеу ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісімшарт ұйымы шеңберінде әскер бере алмаймыз деп одан бас тартқан екен. Ресейшілдер, оның кейін Кремльшілдер бір бармағын бұғып қалды. Ақ сатқын, сен бізді де қатырдың ба дегендей бір сөздерін айтып жатыр жан-жақта. Оның кейін Такаев мырза Ердоғанмен Түрік республикасымен әскери келісімшарт жасайды деген ақпараттар тарап жатыр. Мен енді өз басым мұндай ақпараттарға алданғым келмейді. Енді әрқайсыңыз өздеріңіз білесіздер қалай қабылдайтындарыңызды. Өйткені дәл осы Украинадағы жағдайды, дәл осы жаңағы әлемді алаңдатып отырған ақпаратты пайдаланып, біздің билік өздеріне керектен дүниенің түгелін өткізіп, халықты алдап отырып жүргізіп алуы мүмкін. Бұл меніңше тағы да бізді негізгі тақырыптан, саяси репрессиядан, саяси реформадан, біздің елдің демократиялы мемлекет болуынан бұлар бізді тағы да бұрғылар келіп жатыр деп ойлаймын. Сондықтан түрікпен қосылады, анаумен қосылады, Ресейге қарсы бір сөз айтты деген сөздеріне алдана бермеулеріңізді өтінем. Біздің ресми ақпарат құралдар майын тамызып, оны жан-жақты жазып жатыр. Мен өз басым ешқайсысына сенгім келмейді. Ал енді Зеленский мырзаға қол ұшын созған елдердің ішінде жаңағы Түркиядан Режеп Ердоған мырза бар екен. Онген Әзірбайжан президенті Илхам Әлиевті қол ұшын созған екен. Германия бұл жерде үлкен көмек көрсетті. Германияда заң қабылданған екен, әскери қару-жарақтарды ешқандай мемлекетке, егерде ол бір қақтығыс, қарулы қақтығыс жағдайында тұрса, ешкімге ондай қару-жарақ сатпайды Германия деген. Алайда Бундестаг сол заңды өзгертіпті. Айтпақшы, еврейлерге ғана, Израильге яғни ғана қандай жағдайда тұрса да оларға қару сатыла береді деген екен. Өйткені олардың жаңағы Гитлердің айыбы бар Израиль халқының алдында. Сондықтан сондай бір өздерінше ол шектеудің ішінен Израильді алып тастап, оларға сата береміз деген екен. Алайда басқа мемлекеттерге өз сөздерінде тұрып сатпаған қаруды. Осы жолы бұл тізімден Украинаны шығарып, Украинаға ұшатын аппараттарын, жаңағы зымыранды атып түсіретін аппараттарын, ауыр артиллерия сияқты тағы бірнеше түрлі әскери техниканы әкеліп Германия беріп жатыр екен. Америка құрама штаттарда талай мына орыстың инженерлерінің миы жетпеген, орыстың әскерилері түсінде де көрмеген заманауи керемет зымырандар, әскери техника әкеліп көмектесіп жатыр. Режеп Тайып Ердоған да мына Босфор теңізінен орыстың әскери кемелерін өткізбеймін деп уәде беріпті. Мұны Зеленскийдің өзі айтқан, осының алдындағы берген видео үндеулерінің бірінде. Алайда мұны ресейлік ақпарат беттері және Ресейге тәуелді біздің ақпарат беттері ойбай ол өтірік, ол фейк дегенді айтып жатыр. Дегенмен Зеленскийдің сөзі шындыққа жанасады. Режеп Тайып Ердоған мен Илхам Әлиев екеуі Владимир Зеленскийге уәде берген екен. Егерде Владимир Путинмен келіссөзге дайын болатын болсаңыз, біз ұйымдастырып берейік деп. Владимир Зеленский айтқан екен, бейбіт жолмен шешілетін жол табылатын болса, келіссөзге мен дайынмын деп. Алайда мұны ресейшілдер, тәуелді ақпарат құралдары, ойбай Владимир Зеленский жылап сықтап, орыстан қорқып отыр деген ақпараттар атты. Бұл оны қорыққанын білдірмейді. Ол керісінше ол өзінің жауынгерлігін көрсетіп, бейбіт жолмен шешілетін болса, мен дайынмын деп айтып тұр. Бүгін Владимир Зеленский тағы бір видео үндеуін жасады. Осы жолы келінім саған айтам, қызым сен тыңда дегендей Беларусь халқына арнаған екен. Мұның астарында, сөзінің астарында көп
жақсы дүниелер жатыр, соны тыңдап көрсеңіздер. Эти мои слова будут обращены к гражданам Беларуси. Сегодня всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс, но сейчас уже точно не может быть ничего обычного. Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня. Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы, снова бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. Нет ни одного на сегодня объекта в стране, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью. Они воюют против всех. Они воюют против всего живого, против детских садиков, против жилых домов и даже против машин скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, в которых нет и никогда не было никакой военной инфраструктуры. Васильков, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков, а многие другие города Украины выживают в таких условиях, которые последний раз были на нашей и на вашей земле во время Второй мировой войны. Но в войне, которая идет сейчас, вы с нами не на одной стороне, увы. С вашей территории войска Российской Федерации по Украине запускают ракеты. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия. И, кстати, не только нами, но и нашими отцами, нашими дедами. И все это тоже де-факто референдум для вас, белорусы. Вы решаете, кто вы. Вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям. Как вы будете смотреть в глаза друг другу. Своим соседям. А мы ваши соседи. Мы ваши соседи. Мы украинцы. Будьте Белоруссию, а не Россией. Этот выбор вы делаете именно сейчас, именно сегодня. Сейчас много новостей о возможных переговорах Украины и России, которые могут закончить эту войну и вернуть мир всем нам. И в них часто упоминают вашу столицу, Минск, как площадку для этих переговоров. Площадку, которую выбирали не мы. И на самом деле не вы, а выбирало руководство России. И снова сейчас предложение встретиться у вас. 4 дня назад именно с белорусской территории пошли крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, техника. Били по нашим домам, били по нашим жизням. Пошла тяжелая техника. И это страшное дежавю. Вы знаете, Киев атаковали в 4 утра. В 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году. А вы спали, братья белорусы. А мы проснулись. Но вы и сейчас спите. А мы с этого момента уже не ложимся. Потому что мы боремся. Боремся за свою страну. Боремся за свою свободу. Потому что имеем полное на это право. Если бы с вашей территории не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе. Когда вы были нейтральными, мы говорили в Минске. Мы много раз встречались. Так просто правильно. Так правдиво. Именно так, по-соседски, разговаривать нам. Сейчас же вы еще не сделали свой главный выбор. И он впереди, и он должен зависеть только от вас. Не от России, не от Украины, не от Америки, а от народа Беларуси.
Именно поэтому сейчас мы говорим не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи. Конечно же, мы хотим мира. Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны. Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку. Это все мы предложили российской стороне. Да и любой другой город нам подходит. В стране, с территории которой не летят ракеты. Только так переговоры могут быть честными и могут действительно закончить войну. Искренне желаю Беларуси вновь стать той самой доброй, безопасной Беларусью, которую все видели еще не так давно. Сделайте правильный выбор. Я уверен, это главный выбор вашего великого народа. Мен өз басым Зеленский батырдың бұл сөзінен көп астарлы әңгіме байқадым. Зеленский бұл жерде Путинді Гитлерге де теңеді, Лукашенконы қуыршақтап та айтты, барлығын астарлап отырып жеткізді. Енді біздің мына дипломат тағы да осындай бір адам түсінбейтін күлкілі саяси ойындарын жасай беретін болса, жүргізе беретін болса, Зеленский күндердің бір күні Тоқаевтың да, Такаевтың да иттерісін басына қаптаса таң қалмаңыздар. Енді Украина халқы жалпы іштей сезіп, сырттай да сезіп біліп отыр. Қазақ халқының басым көпшілігі 90-95% деп айтсам артық айтпаған болармын. Украина халқын қолдап отыр. Бұл жерде Ресейді оккупант, Ресейді Кремльді фашизм режимі деп айтып отыр. Оны фашизм деп айтпасақ басқа амал жоқ шығар. Өйткені өзіңіз ойлап көріңізші, біздің үйге келет, көршіміз келетте сендер өз тілдеріңді сөйлемеңдер, менің тілімде сөйлеңдер. Сендер ананы жемеңдер, мынаны жеңдер. Сендер ана көршімен араласпаңдар, менімен ғана араласыңдар. Анаумен тіпті сөйлесуші болмаңдар. Малыңды ана жаққа бақпа, мына жаққа бақ деп бізге келіп көршіміз әңгіме айтатын болса, ол бізге жақпайтын еді ғой. Міне Украинада тура осындай жағдай. Жалпы бұл мәселе неден басталды? Ресейдің, яғни Кремльдің, әсіресе Путиннің қызғаншақтығынан басталды. Путин отырып алды да Украина Еуроодаққа қосылмасын, НАТОға кірмесін, олармен араласпасын. Олармен араласатын болса, мен әскер кіргіземін деді. Сөйтіп жүріп, қанша президент ауысты. Оның ішінде екі өзінің қуыршақ президенті де отырды. Дегенмен Украинада демократия басымырақ болып, халқының көзінің ашық болған, көкірегі ояу болғанның арқасында екі демократ президенттер болды. Міне үшіншісі келді. Әйтеу Украина халқы өз таңдауымызды өзіміз жасаймыз, Еуропаға қосыламыз. Біз солармен бірге өркениетті өмір сүргіміз келеді. Сенімен бірге Солтүстік Кореяда өмір сүргіміз келмейді деп өз таңдауларын жасады, өз таңдауларын айтты. Бұл Владимир Путинге қатты ұнамады. ЛНР-ін тартып алып, Қырымын тартып алғаны түк емес екен, олардың тәуелсіздігін де мойындаймыз деп екеуінің осындай бүйректен сирақ шығарған еді. Алайда ол да аздық етіп енді әскерін кіргізді. Әскерін кіргізгеннің өзінде де бұлар орыстарды қырып жатқан фашистер немесе тағы осы сияқылды адамның күлкісін келтіретін дүниелер айтты. Украина қай тілде сөйлесе де өз еркі. Украина қандай президент сайласа да өз еркі. Украина қай көрші елмен дос болып, қай елмен қас болғысы келсе де өз еркі. Кімнен не сатып алып, кімнен қандай тамақ алып жесе де өз еркі. Міне нағыз демократия. Ал біз болсақ бизнесімізді кім жүргізетін сол Кремльге жалтақтап сұрап отырамыз. Темір жолымызбен кім жүретін солар шешеді. Астығымызды қайда сататынымызды солар шешеді. Қару-жарақты кімнен аламыз, кімге сатамыз, оны да осы Кремль шешеді. Тіпті мына Такаев мырза келгелі тіпті университеттерімізді Ресейден келген мамандар ғана ашу керек, Ресейге ғана барып балаларымызды оқытуымыз керек деген әңгіме жіберді. Егер де жоғары білім тек қана орыс тілінде жүретін болса, тек қана орыстың саясатымен оқытсақ, тек қана орыстың көзқарасымен оқытатын болсақ, онда балабақша мен мектептің де күні құриды. Яғни жұмыстың да тілі орыс тілі болады деген сөз. Бүйте беретін болса, мына Такаев мырза біздің
қазақ тілін 30 жыл алысып өлтіре алмай келді ғой, Құдайға шүкір. Алысып келдік, өлтірмедік тілімізді. Енді мына Такаев осы саясатынан арылмаса, біздің тілімізді 3 жылда өлтіріп жіберуі мүмкін. Ал егер ертең менің ана тілім өлетін болса, мен бүгін өлуге дайынмын. Мен саяси амбициям жоқ, саясаткер емеспін. Саясатқа араласып жүргем жоқпын, бірақ дегенмен мен тәуелсіз журналистпін, өзімнің көз қарасым бар. Мен осы елдің азаматы ретінде, өзімнің көз қарасым бар ретінде, мен өзімнің ойымды айтуға толық құқым бар. Ол менің сіздер жаңағы Такаев мырзалар жазып берген конституцияда жазылған. Менің құқығымды аяқ асты қылып 30 жыл таптадыңыздар, енді менің көзім ашылды, қазақтың жалпы көз ашылды, жалпы қазақ оянды. Енді біз өз құқығымызды пайдаланамыз. Сондықтан Такаев мырзада мынау ресейшілдігін қойып, мынау Украинадағы болып жатқан түгел сабақ болу керек. Айтпақшы, күні бүгін ғана мынандай ақпарат шалып қалды көзім. Осы мына Путинге тәуелді ресейшіл, өзін дербеспін деп, тәуелсізбін деп көрсетіп жүрген баспа беттерінің бірі жариялапты. Оңтүстіктен солтүстікке көшіру бағдарламасы өзін ақтамады. Бұл тиімсіз екен деп. Бұл менімше қазірден бастап жатыр мынау Ресейге біздің солтүстік аймақтарды беру алғы шарттары. Егер қазақтарды солтүстікке көшіруді тоқтататын болса, олар өздерімен өздері біте қайнап сөйтіп жататын болса, ертең балкондарына Ресейдің туын ілмесіне кім кепіл? Олар онсыз да көліктеріне жапсырып, киімдеріне жапсырып, осы Қазақстанның атынан олимпиадаға қатысып жүрген спортшылардың өздері әлі күнге дейін сол Ресейдің киімін киеді. Егер де бұлай жалғаса беретін болса, мына бұл тиімсіз екен деп, бұл жерде қандай тиімділік болуы мүмкін, егер де біз жерімізден айырылып қалу қаупі тұратын болса? Миллион кетсін, миллиард болсын, триллион кетсін. Егер де өздері жеп асап жатқанда бір аймаққа ондай ақша салу деген түк емес қой. Бұл бағдарламаны тоқтатайық, бұл бағдарлама тиімсіз деген мынау біздің солтүстік аймақтарды Ресейге қарата бастаудың алғы шарттары деп түсіндім. Бұған енді сарапшылар да артынан өз ойын пікірін айтады деп ойлаймын. Ақорда да ресми үкіметте мұны түсіндіріп алдағы уақытта айтып ақталады деген үміттемін. Бұлардың ойлары не болды екен? Бұл бекерден бекер жарияланған мақала емес. Мәселе бізде кез келген баспа беті, кез келген телеарна, кез келген радио Ақорда рұқсат бермесе түшкірмейді, мұрнында қасымайды. Дәл мынау Украинада болып жатқан жағдайда бұл мақала бекер жарияланған жоқ. Бұл сигнал. Мен өзім содан қорқам. Дәп осы жерде мен арандатушы деп айыптау мүмкін. Мен бар жоғы өзімнің ойыммен, өзім пайыммен бөлісіп отырмын. Оған менің құқығым бар. Ресей Украинамен ғана алысып жатқан жоқ. Бүкіл әлеммен алысып жатыр. Бүкіл әлем Украинаға қол ұшын беріп көмектесіп жатыр. Тіпті жаңағы көлеңкелі бизнеспен айналысатын, көлеңкелі соғыста жүрген азаматтар да Украинаға өздерінің қолдауын танытып жатыр. Анимус деген халықаралық хакерлер тобының естулеріңіз бар болар. Олар осы Украинадағы соғыс басталғалы бері бірнеше бейнематериал жариялап тастады. Онда олар басында Владимир Путинге қаратып айтты: егер де сен мынау сасық ойыныңды, жаман пиғылыңды қоймасаң, ертең сенің сайттарың түгелін тас-талқан қыламыз деп. Путин керік қылмаған екен. Кеше ғана YouTube'ке басқа видео жарияланды. Ол жерде бұл халықаралық хакерлер тобы өздерінің сөздерінде тұрғанын көрсетті. Мен бұл сұхбатта да әлгіндегі Зеленскийдің сұхбаты құсап, астына титрмен қазақшалап қойдым. Айтпақшы, латын қарпында емес, барлықтарыңыз латыншаны оқып үйренбегенсіздер. Дегенмен мен титрларда латынша беріп жүрмін. Түптің түбінде біз латыншаға ауысуымыз керек. Бұл бізді орыс әлемінен алшақтатады деген өзім сенімім бар. Бірақ мына екі сұхбатты мен кириллицамен дегенмен қазақша
сіздерге түсінікті болсын деп аударып қойдым. Қазір сол сұхбатқа кезек берейін. Greetings, Russian President Vladimir Putin. We have been patiently waiting for you to respond to our most recent request, but we find ourselves growing impatient of your foot dragging. Unfortunately, it seems you have made the option to ignore our presence, and therefore we have decided to dedicate an operation specifically for you. A present of sorts. Do you perhaps remember the time the collective defaced Roskomnadzor's website in 2018, Mr. Putin? Do you remember when you lost to Afghanistan? A database belonging to the Ministry of Defense website was leaked by the anonymous collective. This database contained email addresses and passwords. This information was released on Twitter and it is now public information. Your recent attempt to threaten Finland and Sweden is shameful. You threaten to invade those countries if they join NATO, the North Atlantic Treaty Organization. We took down the websites of the Federal Anti-Monopoly Service, Kremlin, Russia Today and many other Russian government-associated websites. Vladimir Putin, is it a coincidence that Anonymous thinks not? We plan to expose what has been hidden for years, with the powers of Anonymous bearing down on you and your corrupt cronies. It's only a matter of time until we uncover the dirt you've been trying to hide from the community you lied your way into leading. From the depths of your closet, no skeleton will be left unturned. We are now asking for you to restore the rights of the Ukrainian people, and resign as an elected official. You have failed to protect those in vulnerable living conditions. You have failed your civic and moral duties as a public official, and you have failed those you purport to govern in your continual lapse of honesty. This is a call out to all other Anonymous. It's time to put Vladimir Putin's proverbial money where his mouth is. Do your research to dig, and leave no stone unturned. Vladimir Putin, we provided you with ample time to remedy our grievances and provided a bevy of options, but you have decided to create a much larger battle. We will never forgive the lies, and although you may have, we will never forget the lives that have been lost under your regime. It is too late to expect us. Мінекей ағайын, халықаралық хакерлер тобы Путинді орнына қойды. Шынымен тексеріп көрдім. Кремльдің де сайты. Федералды үкіметтің немесе үкіметке бағынышты Роскомнадзор сияқылды адуынды билік органдарының сайттары ашылмай қалды. Енді бұлар Путиннің бірнеше құпиясын жариялаймыз деп отыр. Ол не құпия болды екен? Анау Геленджиктегі алтын сарайлары ма, жойылды Швейцария банкіндегі триллиондаған доллар ақшасы ма, немесе әлгі 90-шы жылдары Мәскеудегі болған жарылыстарға қатысты құпия мәліметтер ме? Оның барлығын Путиннің өзі ұйымдастырды деген талай естіген боларсыздар. Немесе мынау Тараз бен Арыстағы қару-жарақ қоймаларының жарылғанына ресейшіл диверсанттар, Ресейдің диверсанттары тұрды деген ақпараттар талай жарияланды. Бәлкім осы да шығып қалуы мүмкін. Егер біздің Тараз бен Арыстағы әскери қойманы шынымен Ресей диверсанттары жарған болатын болса, бұл енді біздің билікпен де олардың арасын суытуы керек қой. Әлде Тәкаев оғанда түк білмегенсіп отыра берер ме екен? Оның барлығы фейк, оның барлығы өтірік, тек қана ресми біз көрсеткен ақпарат құралдарын оқып, соларды ғана тыңдаңдар деймін екен. Білмедім. Дегенмен орыс әлемі бүкіл жер бетіне, бүкіл дүние жүзіне қауіп төндіріп тұр. Мұны барлығы біліп отыр, мұны барлығы сезіп отыр. Сондықтан да түгелі барынша Украина халқына қолдау көрсетіп жатыр. Өйткені мұны орыс әлемі деген кезіндегі Гитлердің неміс әлемінен асып түсіп тұр. Кезінде Гитлер де соғысты тура осылай бастаған. Ол алдымен неміс тілділер, неміс әлемі, Швециядағыларға, қасындағы көршілеріне, Польшаның іргесіндегі немістер басым тұрған
қаладағы аймақтарды Германияның қатарына қосамын деп. Онан кейін тағы да басқа неміс тілді мемлекеттердің түгелін өзіне қаратып, Австрия сияқты Германияның ішіне кіргізген. Онан кейін ана ел неміс тілділерге қысым көрсетті, мына ел неміс тілділерге қысым көрсетті деп соғыс ашқан. Сөйтіп Еуропада, Америка Құрама Штаттарында үндемей отырды. Молотов-Риббентроп пактісі туралы естіген боларсыздар. Міне сол кезде Германия үштік одағын құрып, өздерінің одақтастарын жинап, күш жинаған. Еуропа оған көп елеңдеген жоқ, Америка Құрама Штаттарда көп қараған жоқ. Мына тентек қайда барады дейсің, өзімен өзі құтырат қояды деп ойлады. Алайда ол бүкіл жер бетін қан састып жіберді. Владимир Путин тура сондай жағдай жасап отыр. Айтпақшы, және Зеленский өз сөзінде айтты ғой, ананың қалжыңдаған түрі, ойынының түрі деп. Таңғы 4-те Киевке Гитлер кірген, енді міне осы жолы тағы да таңғы 4-те Путин кіріп отыр екен. Бұл да сол неміс әлемінің үлгісімен құрылған орыс әлемін жан-жағына таратып, көршілердің түгелін мәжбүрлеп, орысша ғана сөйлеңдер, орысша ғана оқыңдар деп жатыр. Мен орыс ұлтына ешқандай қарсылығым жоқ, орыс ұлтын қатты сыйлаймын. Сөйтіп орыс әлемін көршілеріне мәжбүрлеп бұлар күшейе бастады. Грузияны қан сасытып, жаңағы бірнеше аймағын тартып алды. Украиндерге шүйлікті. Белоруске де анда-санда ала көз көрсетіп отырады. Біздің елге де тиісті емес пе? Бір емес, бірнеше рет Путиннің өз аузынан шыққан. Бұларда жерде, елде ештеңе болмаған. Мұның түгелі біздің қонақтар деп. Мұның түгелі біздің сыйлаған жерлерімізде отыр деп. Бұл соғыста Украина жеңілетін болса, ендігі кезек бізге келуі әбден мүмкін. Бірақ мен ойлаймын, осы жолы Путин Украинаға бекер кірді. Украинаға кірді ма? Бұл енді сол зұлым империясының түбіне жетеді деп. Украина түбі жеңіске жетеді. Түбі Кремль құлайды. Путин бас сауғалап қайда қашатынын білмеймін. Өзімен өзі қалады. Егерде Путиндік режим құлайтын болса, бізде де мына диктаторлық тирания құлайды. Біздің де режим. Шын айтқан кезде мынау Назарбаев пен Такаевқа да жаным ашып отыр. Енді бұлар қайда қашады екен? Солтүстік Кореяға барар ма екен, жоқ әлде Қытайға барар ма екен? Біз бәрібір демократиялы мемлекет боламыз. Біз бәрібір өз байлығымызды өзіміз иелік етеміз. Біз бәрібір билікті халық өз қолына алады. Анау артқа кіргіш сабынсыз мақтаушылар, жаңағы жағымпаздар бәрібір жоғалады. Олар ұрлаған біздің дәулетіміздің түгелін бәрібір қайтарып аламыз. Біз бәрібір әлемдегі ең мықты, ең бай мемлекетке айналамыз. Егерде мына Путиндік режим құласа, және мына Такаев режимі құласа. Кеше мынау Талдықорғандағы көрген аналардың көз жасы түгел ақталады. Мынау абақтыда отырған 18-20 жастағы боздақтарымыз шығып әлі халық қаһарманы атанады. Желтоқсанның да ақиқатын, Жаңаөзеннің де ақиқатын. Кешегі мынау Алматыдағы қырғында да 20 мың террорист пе, жоқ әлде 300 Назарбаевтың сарбазы ма, жендеті ма, әтейдайын деп алып келген. Провокаторлар кім болды? Полиция қызметкерлеріне оқ атқан кім? Полиция қызметкерлеріне тас атқан кім? Әкімдіктерді өртеген кім? Оның барлығы ақиқат ашылады. Талайға дейін біз жағамызды ұстап жүретін болармыз бәлкім. Шындық қорқынышты болады, бірақ ол шындық бәрібір ашылады. Мен өз басым соған сенемін. Сіз не ойлайсыз? Осы видеоның астына пікір қалдырыңыз, арнаға жазылып, сілтемесін тарата жүріңіз. Кеші жарық, ешкі сарғағай.